Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. 1925 жыл еді. Сол кездегі қазақ өлкелік большевиктер партиясы комитетінің басшысы Филипп Голощекиннің кабинетінде үлкен жиналыс болып жатты. Тақырып қазақ байларының дүние мүлкін тәркілеу және Орынбор қаласын Ресейдің құрамына беру. Жиында ең бірінші болып Голощекинге қарсы шыққан қазақ лидерлерінің бірі Нығмет Нұрмақов еді. Жиналыс барысында орнынан атып тұрып, мұндай саясатпен біз ертең қазақ халқын аямай қырып салуымыз мүмкін. Екіншіден, қазақтың ата-бабасы қаны мен жанын аямай қорғаған Орынборды біз неге Ресейге беруіміз керек деді. Сол кезде қаны басына шапқан Голощекин бұл партияның саясаты дегенде, Нұрмақов мен мұндай саясатқа жол бермеймін деп жауап қайтарады. Мұндай қарсылық пен батылдықты күтпеген Голощекин алғашында сасып қалып, сонда сен партияға қарсы шықпақсың ба? Осы сөздерің үшін жауап беруге дайынсың ба деп айқайлап жібереді. Сабыр сақтап тұрған Нұрмақов сол кезде Голощекиннің бетіне тура қарап тұрып, мен өз сөздерім үшін қашанда және кімнің алдында болса да жауап беруге дайынмын деп жауап қайтарды. Міне бүгін осы батыл Нығмет Нұрмақов туралы бейнероликті сіздердің алдыларыңызға ұсынғым келіп отыр. Нығмет Нұрмақов Арғын тайпасының Қаракесек руынан шыққан көшпенді қазақ отбасында дүниеге келген және шыққан тегі бойынша атақты қазақтың биі Қаздауысты Қазыбектің тікелей ұрпағы болды. Оның ата-анасының өздері орыс тілінде білім алмаса да, олар жаңа жағдайда балаларының білім алу керек екенін жақсы түсініп, кішкентай Нығметті орыс мектебіне береді. Мектепті бітіргеннен кейін Нығмет үздік оқушылардың бірі ретінде Қарқаралыдағы орыс қазақ мектебіне алып кетіледі. Дәл осы кезде жас Нығмет осы мектепте сабақ берген көрнекті алаш көсемдері Әлихан Бөкейханов және Ахмет Байтұрсыновпен кездесіп достасады. Ол кезде сол гимназияның директоры атақты біздің педагог, лингвист, философ Ахмет Байтұрсынов деген кісі болған. Міне сол кісіден алғашқы тәлім-тәрбие көрген Нығмет Нұрмақов. 20 ғасырдың басында Нығмет Нұрмақов әйгілі Қасенбайдың аудармашысы болып жұмысқа орналасады. 1911 жылы Омбыда Романовтар патшалық әулетінің 300 жылдығын мерекелеу қарсаңында үлкен ауыл шаруашылық көрмесі өтті. Бұл көрмеде Нығмет Шоқан Уәлихановтың досы географ Григорий Потанинмен және Омбы мұғалімдер семинариясының қызметкері ойшыл демократ Александр Сидельниковпен кездесті. Кейіннен тура осы екеуі оған 1915 жылы Омбы семинариясына оқуға түсуге көмектеседі. Семинарияда оқып жүрген кезінде Нығмет Сәкен Сейфуллинмен және Мағжан Жұмабаевпен дос болып, олармен бірге Бірлік мәдени ағарту ұйымын құрды. Семинарияны бітіргеннен кейін Нығмет Нұрмақов Қарқаралы қаласында мектеп мұғалімі болып жұмыс істей бастайды. 1916 жылы патшаның қазақтарды тыл жұмысына жұмылдыру туралы жарлығы шыққан кезде Нұрмақов дала одағы ұйымын құрып, осы жарлыққа қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Ақпан төңкерісінен кейін жас және талантты Нығмет Қарқаралы аудандық кеңесіне тартылып, онда большевиктердің идеяларымен танысады. Кейіннен ол саяси күштердің бағыт-бағдарын сараптай келе, большевиктер партиясына қосылуға бет буады. Бұл жайында Сәкен Сейфуллинге жазған хатында былайша толғанған. Бұрынғы патшаның тепкісіне жаншылған халықтарға теңдік беріп, адам қатарына санайтын жалғыз большевиктер партиясы екеніне көзім жетті. Сол себепті мен большевик болдым. Оның мұндай жолды таңдауы 3 жылдық саяси талас-тартыстың нәтижесінен туған шешім. Өзі айтқандай, езілген халқына жақсылық жасайтын партияға сенімі зор болатын. Халқының болашағы үшін ол кез келген қадамға дайын еді. Азамат соғысы басталған кезде Нұрмақов Деникин бүлігін басудың ұйымдастырушысы болды. Деникиннің бүлігі басылғаннан кейін уақытша үкіметтің басшысы Колчак Нұрмақовты достарымен бірге түрмеге қамайды. 18 ай түрмеде отырғаннан кейін Нұрмақов тек 1919 жылы ғана босатылды.
түрмеден шыға салысымен Нұрмақов бірден Қазақстандағы кеңес үкіметін орнату үдерісіне белсене араласып, 1920-1921 жылдары Қарқаралы және Семей жерінде бір қатар жауапты қызметтер атқарды. 1922 жылы Нығмет Орынборға ауыстырылып, алғашында партияның аудандық комитеті бөлім меңгерушісінің орынбасары болса, көп ұзамай Қырғыз-Қазақ автономиялық республикасының жоғарғы революциялық трибуналының төрағасы, одан кейін республиканың әділет халық комиссары болып тағайындалды. Бұл тағайындалудың себебі осындай жас, бірақ қазақ халқына танымал болған Нұрмақов сияқты қазақ большевиктердің көмегімен Мәскеу Алаш партиясының бұрынғы басшыларының ықпалын азайтуға тырысты. 1923 жылы Нығмет Нұрмақовтың қызметіне тағы да бірнеше жауапты қызметтер қосылды. Нұрмақов Қазақстан прокуроры және Кеңес одағы жоғарғы сотының қазақ бөлімінің төрағасы болып та тағайындалады. Бірақ Мәскеу қателесті. Нығмет Нұрмақов Алашорда лидерлерін қудалауға белсенді қатысудың орнына керісінше оларды қорғай бастады. Сонымен қатар Нұрмақов прокуратура мен сот қызметкерлері үшін тұтқындалған адамдарға азаптау мен ұрып соғуды қолдануға үзілді кесілді тыйым салған ережелерді енгізді. Кейін оның табандылығының арқасында сот және тергеу органдарындағы іс қағаздарында қазақ тілі міндетті түрде жүргізіле бастады. Сот және тергеу орындарының аудандық кестесі қайта қаралып, бірыңғай қатар жатқан қазақ болыстары жеке аймақтарға бөлінсін. Қазақ, орыс болыстары аралас аудандарда аралас аймақтар құрылып, оларда сот мәжілістері мен іс қағаздары міндетті түрде екі тілде жүргізілсін. Кілең қазақтар қоныстанған және басқа ұлттар аралас тұратын жерлерде сот төрағасы мен тергеуші міндетті түрде қазақ тілін меңгерулері керек. Сот ісі қазақша жүретін аймақтарға тиісінше қызмет көрсету үшін прокуратура құрамына қазақ тілін білетін білімді мамандар енгізілсін. Қазақ пен орыс аралас тұратын губерния соттарында қазақ бөлімдері құрылсын. Губерниялық соттың халық заседательдері қазақ тілінде сөйлеп, әрі түсінуі тиіс. Әрине, Нығмет Нұрмақовтың мұндай әрекеттері Мәскеуге ұнамады. Сондықтан 1923 жылдың аяғында Нығметті әділет органдарынан біртіндеп алып тастау науқаны басталды. Алдымен Нұрмақовты Қазақ тілі газетіне және Қызыл Қазақстан журналына редактор етіп тағайындайды. 1924 жылдың қыркүйегінде Нұрмақов Қазкрайкомның үгіт-насихат бөлімінің меңгерушілігіне ауыстырылды. Бірақ көп ұзамай Нұрмақов қайтадан жауапты қызметке оралады. Өйткені тура осы кезде Сталин мен сол кездегі Қазақстан халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болған Сәкен Сейфуллин арасындағы қатынастар күрт нашарлап кетті. Енді Мәскеуге Сейфуллинмен тең дәрежеде ғана емес, Сәкеннің өзі оған өз орнын беруге дайын тұратын адам керек болды. Сол кездегі қазақ большевиктерінің еш қайсысы Сәкенді алмастыруға батылы бармады. Ал Сейфуллиннің өзі оның орнына кездейсоқ адамды тағайындауға мүмкіндік бермейтінін ашық айтты. Амал жоқтығынан Сейфуллиннің мұрагері ретінде Нығмет Нұрмақов ұсынылды. Сейфуллин мен Нұрмақов Омбы семинариясында оқыған кездерінен бастап жақын дос болып, Сәкен сондықтан да қызметті Нұрмақовқа беруге келісті. Қос тұлғаның бір-бірін бағалауы, достық сыйластығы өз алдына бір дастан. Нықаңның азаматтық, ұлтжандылық, қаламгерлік болмысына Сәкен досы ертеден ақ тәнті болатын. Нығмет досына арналған мұң атты өлеңінде мынандай жолдар бар. Жігіттің болмас егер жан жолдаса, емес пе мұңды ғарып ғазиз баса. Қайғысы, қасіреті кімге батар, сел болып ақса дағы көзден жаса. Ешкім жоқ шер тарқатып көңіл ашар, жүректің күйіп жанған дертім басар. Мұңымды жұрт қайтпаған саған шақтым, жүрек от, көңіл дәрия, халім нашар. Міне осылай 1924 жылы Нығмет Нұрмақов Қазақстан халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болады. Осы лауазымда Нығмет бірақ Мәскеу мен Сталиннің үмітін тағы да ақтамайды. Сталиннің бұйрықтарын үндемей орындаушы болудың орнына Нығмет бүкіл жан дүниесімен қазақи реформаларды бастап кетті. Біріншіден, Нұрмақов
1927 жылы жаңа қазақ алфавитін құру жөніндегі комиссия құрып, оған белгілі қазақ ғалымдарын Аймауытов, Байтұрсынов, Ермеков, Досмұхамедов, Сейфуллин, Жансүгіров, Әуезовті тартты. Соның арқасында араб жазбасынан көшу ауыртпалықсыз жасалынып, жаңа қазақ алфавитінің өзі қазақтарға басқа түркі халықтарының тілдерін жетік түсінуге мүмкіндік берді. Екіншіден, Нұрмақов Қазақстан тарихындағы тұңғыш конституция жобасын әзірлеу жөніндегі комиссияның төрағасы болды. 1926 жылы 18 ақпанда бұл жоба Қырғыз автономиялық республика кеңестерінің 4-ші съезінің жарлығымен бекітілді. Бірақ бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті мен Ресей кеңестерінің съезі оны қабылдаудан бас тартты. Өйткені бұл конституцияда қазақ халқы орыс халқынан ешбір кем емес, керісінше тең екені ашық жарияланды. Үшіншіден, Нұрмақов туған жерінде ауыл шаруашылық және қайта өңдеу салаларын дамытуға тырысты. Бірақ оның жоспарлары қазақ жерін тек шикізат көзі ретінде қарастыратын Мәскеуден тағы да қолдау таппады. Төртіншіден, Нұрмақов қазақ тілін дамытудың орасан зор патриот еді. Ол басшылық еткен жылдары мыңдаған қазақ мектептер ашылды. Сонымен қатар, Нұрмақов кеңес үкіметі бөлген бюджеттік қаржының 30%-дан астамын қазақтың білім беру жүйесін дамытуға бөліп отырды. Бесіншіден, Қазақстанда бай қазақтардың мүлкін тәркілеу басталған кезде Нұрмақов Сталинді бай қазақтарды құрту, онсыз да тұрақсыз экономикаға қатты соққы береді деп сендіруге тырысты. Оның орнына ол байларға арнайы салық енгізіп, жиналған қаражатқа мектептер салуды, халықтың мәдени білімін орнатуды ұсынды. Алайда оның бұл сөздерінде естімеді. Әрине, Нұрмақовтың мұндай патриоттық бастамалары Қазақстанға 1925 жылы Қазақ өлкелік партия комитетінің басшысы болып келген шовинист Филипп Голощекиннің көңілінен шықпады. Алғашқы күндерден бастап-ақ Нұрмақов пен Голощекиннің арасында үйкеліс басталып, ол біртіндеп ашық қарсыластыққа ұласты. Нығметті өз еркіне бағындыруда сәттілікке жете алмайтынын түсінген Голощекин Сталиннің көмегіне жүгінеді. 1929 жылы Нұрмақов сияқты дарынды қазақ кадрлары оқуын жалғастыру керек деген сылтаумен Нығметті Мәскеуге шақырады. Коммунистік университетке оқуға жібереді. Осыдан кейін Нұрмақов өз отанына енді оралмады. 1931 жылы университетті бітіргеннен кейін Нұрмақов бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті хатшысының орынбасары және бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің ұлттар бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалады. 1935 жылдың ақпанында оны бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің тіркеу және ақпарат бөлімінің басшылығына қосымша тағы да бекітті. Яғни 1937 жылы қамауға алынғанға дейін Нұрмақов кеңес одағының жоғарғы органында бірдей 3 лауазымды бірақ алып жүрді. Соңғы рет Нығмет Нұрмақов қазақ елінде 1926 жылы болған. Отбасымен бірге өзінің туған жері Егіндібұлаққа келген ол, әйгілі композитор, музыкатанушы Александр Затаевичті өзінің ауылына шақырып алып, қазақтың халық әншілерінің әндерін нотаға салуды өтінді. Міне осылай қазақтың мың әні деген шығарма жарық көрді. Сонымен бірге Нұрмақов 1927 жылдың басында Қызылорда қаласында драма театрының құрылысын бастап, нысан пайдалануға берілгенге дейін құрылыстың барысын жеке өзі қадағалауында ұстады. Бірақ Нұрмақовтың керемет өмірі ұзаққа созылмады. 1937 жылы 3 маусымда Нұрмақов Тұрар Рысқұловпен бірге контрреволюциялық террористік ұйымды басқарды деген айыппен қамауға алынды. Ауыр азаптаулардан кейін 1937 жылы 27 қыркүйекте Нығмет Нұрмақов Аликам Бөкейхановпен бірге атылды. Оның отбасы мүшелері де репрессияға ұшырады. Нығмет Нұрмақовтың ағасы мен әкесі өлім жазасына кесілді. Жұбайы Зуфнин 19 жылын түрме лагерлерінде өткізді. Балалары Ресейдегі әртүрлі балалар үйіне жіберіліп, нәтижесінде үлкен қызы сол жылдары жоғалып кетті. Ұлы Ноян болса, балалар үйінен ұлы отан соғысына ерікті ретінде қатысуға кетеді. Қазақстандағы Сталин мен Голощекиннің адамзатқа қарсы саясатына алғашқылардың бірі болып қарсы шыққан және оның өмірдегі басты арманы
қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін беру болған Нығмет Нұрмақовтың тағдыры осылай аяқталды. Ал бүгін Нұрмақовтың арманы орындалды. Біз тәуелсіз Қазақстанда тұрамыз. Сондықтан да біздің басты міндетіміз қазақ тілінде сөйлеу, қазақ тілінде ойлау, балаларымызды қазақ тілінде тәрбиелеу. Өйткені дәл осы үшін қазақ халқының символы және ұлттық мақтанышы деп аталуға толық құқығы бар Нығмет Нұрмақов өз өмірін құрбандық еткен. Нығмет Нұрмақов сияқты қазақтың лидерлерін әрқашан дәріптеп мақтана жүрейік, ағайын.